Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен абрикосовый пирог рецебтімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. ұн, жұмыртқа, сүт, қант, сары май, абрикос, лимон цедрасы, разрыхлитель және ванилин. Пирогымыздың основасын дайындайтын боламыз. Ол үшін сары май, қант, ванилин салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Жұмыртқаны бір-бірлеп салып, миксермен араластыратын боламыз. Ұнға разрыхлительді қосып, еліктен өткізіп араластырамыз. Бізде осындай қамыр болып шығу керек. Лимон цедрасын, сүтті қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Абрикосты ортасынан бөліп, косточкасын алып тастаймыз. Протеинді алдын ала дайындап, пергамент қағазын төсеп қойдым. Қамырымыз осындай болып шығу керек. Енді осыны протеинге құямыз. Абрикосты қамырының үстіне әдемілеп салып шығамыз. Абрикостың үстінен секер сеуіп шығатын боламыз. 170 градуста 20-25 минут пістіріп аламыз. Достар, абрикосовый пирогымыз дайын болды. Осылай айтып бөлікке бөліп қоюға болады. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деп үміттенемін. Осы видеоны соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.